Қазіргі қоғам сын сәтте морт сынатындарды алақанына салмайды. Егер ісіңіз жүзеге аспай, күйзеліске түсіп жүрсеңіз, кінәні өзгеден не өзіңізден іздеудің қажеті жоқ. Бір сәтсіздік алдағы жеңіске себеп болуы мүмкін. Жолыңыз болмай, толғанып жүрсеңіз, мына кеңестерге құлақ асыңыз. Демалыс сағаты. Күннің 24 сағатының біреуін өзіңізге сыйлаңыз. Ол уақытта дем алып, ойланыңыз, өзіңізбен тілдесіңіз. Теледидар, ғаламтор, қоңырауларға 1 сағат жоқ деп, осы кезде туындаған ойларды жазып алып отырыңыз. Артынан оқығанда өзіңізге таңғаласыз. Сылтау іздемеңіз. Демалуға сылтаудың еш қажеті жоқ. Расымен миды демалтқыңыз келсе, артық ойларды ұмытып, сылтау іздеумен басыңызды қатырмаңыз. Ондай жағдайда демалыстың да пайдасы тимейді. Тіпті жалқауланудан да рахаттануды үйренгеніңіз жөн. Кітап оқығанда оны аяқтауды, компьютерлік ойын ойнағанда оның келесі сатысына өтуді мақсат қылмай, жай көңіл көтеріп демала біліңіз. Сонда шынымен уақытыңыз босқа өтпей, жалқауланудың өзіне де пайда аласыз. Кінәлі сезінбеңіз. Біреудің жұмыстағы жетістіктерін, барып келген демалысының суреттерін көріп, сонымен бірге досыңыздың спорт залға баратыны жайлы естіп, мен неге бармаймын деп өзіңізді кінәламаңыз. Бір сәтте барлық істерді бірге алып жүру оңай емес. Сондықтан асықпай біреуін қолға алыңыз. Оған әбден үйреніп, келесіне кірісіңіз. Осылайша жарты жылдың ішінде сіз де барлығын үлгеретін болып шығасыз. Оңай жол іздеңіз. Жаңа қызығушылық таңдағанда арасынан ең оңайы мен өзіңізге ең ұнайтынына назар аударыңыз. Шаруа көңіліңізден шықпаса, оның сәтті болуы екіталай. Ал оңай әрі сізге ұнайтын шаруалар сізді іштей рухтандырып тұрады. 5 минуттық демалыс. Жұмыс барысында өзіңізге 5 минут демалыс беріп тұрыңыз. Күшіңіздің тапшылығын сезсеңіз, орныңыздан тұрып, шай ішіп, тынығып алғаныңыз жөн. Кейбір жағдайларда кішігірім демалыстар күйзелістен құтқармайды. Демек, мәселе басқада. Мүмкін сізге істеп жүрген жұмысыңыз, айналысатын шаруаларыңыз ұнамайтын шығар, немесе өз күшіңізге сенімсізсіз. Осы сұрақтарға жауап іздеп көріңіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.